Әдебиеттік оқу пәні тақырыбы үйдегі бір күнім. Берілген суреттерге зер салып қара. Сен үйде нені қызығып орындайсың, ал нені ұнатпайсың? Сол туралы ауызша әңгімеле. Бүгін біз уақытты дұрыс пайдаланбау, құр ойнау неге әкеліп соғады екенін білетін боламыз. Ол үшін сен апаның тілін алсегер деген өлеңді оқып шық. Ол кітаптың 12 және 13 бетінде орналасқан. Өлеңді кім жазған? Ол туралы сызбаға қарап әңгімеле. 13 бетті аш. Тапсырма. Өзіңнің күн тәртібіңді жаз. Бірақ алдымен дәптерді ашып бүгінгі күнді жаз. Көркем жазу керек екенін ұмытпа.